Асыл сөз іздесең, Абайды оқы ерінбей, деді Сұлтанмахмұт Торайғыр. Достар, мен қазір 10-шы сыныпты аяқтап қалдым. Алла қаласа келесі жылы мектепті аяқтаймын. Иә, білім жүйесінің мәселелері көп. Және де егер де президенттік жұмысты алған кезде, парламентті жұмысты есептемеген кезде, достармен бірге, сыныптастармен бірге қызықты өткізілген сәттерді есептемеген кезде, мектеп бізге не берді деген сұраққа шынымен де ойланып қаласың. Сондықтан да келесі жылы мектеп маған не берді деген кезде, мен ойланбастан Абайдың 45 қара сөзін жаттап, оның мағынасын ашып, соны халыққа тараттым деп айтқым келеді. Дәл осы себептен алдағы уақытта бұйырса, Алла қаласа, Абайдың 45 қара сөзін жаттаймыз, және де оны талқылап, ғалымдармен, мұғалімдермен, ұстаздармен талқылап, осы бір арнада әрбір қара сөзінің мағынасын ашатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Ендеше бісміллә деп бастайық.